Құрметті достар, бүгін біз Антуан Ковалмен біргеміз. Араб әмірліктерінен Дубай қаласы менімен және Каринамен біргеміз. Сондықтан біз оны молекулалық деңгейде талдаймыз. Клубтың бизнесі біз түсінгендей болады. Біз оны дұрыс түсінбеуіміз мүмкін. Мүмкін біз оны толық түсінбеген шығармыз. Бірақ негізінен бізде тәжірибе бар. Өйткені біз Даймонд біліктілігін 3,5 айда аяқтадық. Ал келесі жылдың ақпан айында бұл тақырыпта болғанымызға тура 3 жыл болады. Бұл шамамен 3 жыл бойы бізге чек келіп түскенін білдіреді. Тұрақты түрде $10,000 11 мың долларға дейін айына орташа чек. Ол осылай аталады. Барлығы оны пассивті кіріс деп атағанды ұнатады. Біз пассивті қалдық. Жеке арасындағы айырмашылық жақсы екенін түсінсек те, айырмашылық бар. Иә, бірақ сіз үшін, бұл барлық адамдар үшін пассивті болсын. Өйткені сіздің арманыңыз қандай, солай емес пе? Қандайда бір жүйені құру, нифига жасамау, жұмыс істемеу, әрекет етпеу және жоғары деңгейге жету. Иә, ақшамен. Бірақ бұл жерде ақшадан басқа жоғары деңгей бар. Бұл уақыт еркіндігі. Қараңызшы, мен сізге қазір желілік маркетингтегі 30 жыл туралы өте маңызды нәрсені айтайын. Яғни, желілік маркетингте 30 жыл бойы мен ешкімнің бос уақытын көрмедім. Яғни, мен көптеген компаниялардың топ көшбасшысы болдым. Көп емес, 3-4 компания сияқты. Мен топ көшбасшы болдым. Иә, бірақ менде еш жерде тегін сыйлық болған жоқ. Менде үнемі бір нәрсе болды. Презентациялар, мотивациялар. Жеке көлем ай сайын тұрақты болды. Яғни, желілік маркетингте ақша табу үшін сіз әрқашан қандайда бір инвестиция, сатып алу жасауыңыз керек. Қалайсыз ба, қаламайсыз ба, ұнатпайсыз ба, бірақ витаминдер немесе минералдар сатып алуыңыз керек. Немесе сол жерден, мен білмеймін, косметика, бірақ не сатып алу маңызды емес. Бұл жерде оның бірегейлігі мұнда мұны істеудің қажеті жоқ. Яғни, бірінші бірегейлікті қарастырайық. Сіз өнімді сатып ала аласыз, оны сатып ала алмайсыз. Айтпақшы, кез келген желілік маркетингте өнім сөзі мен өнім бір нәрсе болса, мұнда бәрі басқаша. Қараңызшы, бәрі басқаша. Яғни кез келген желілік маркетингте, егер сіз сатып алсаңыз, мен білмеймін, келіңіздер, міне, көзілдірік. Иә, көзілдірік. Мысалы, көзілдірік. Желілік маркетингте көзілдірік әдемі. Содан кейін бұл өнім және бұл өнім. Егер сіз косметика жиынтығын сатып алсаңыз, онда сіз өнімді сатып алдыңыз деп айта аласыз. Егер сіз өнімді сатып алдым десеңіз, дұрыс айтасыз. Солай емес пе? Бұл жерде жағдай басқаша. Ликудтағы өнімдер нені білдіреді? Косметика, қоспалар, витаминдер. Иә, бұл өнімдер. Ал өнім бірегей болып табылады. Антон, бұл жерде қандай өнім бар деп ойлайсың? Ал өнім және менің ойымша, бұл жерде клубқа мүшеліктің өзі бар. Бұл менің ойымша, мұндағы ең маңызды өнім. Бұл өте дұрыс, Антон, бірақ сіз оны түсініп, онымен айналысқандықтан, мен бір нәрсені айта аламын. Ливгудтағы көптеген адамдар өнім мен өнімді шатастырады. Сіз дұрыс айттыңыз ба? Жалғыз бірегей өнім. Бұл абоненттік төлем. Өйткені Costco'да әлемнің көптеген елдеріндегі Costco дүкендері бар және олардың өнімі. Абоненттік төлем картасы, бұл клуб картасы және бұл абоненттік шешен жарналары. Бұл өнім Costco дүкендерінен сатып алуға болатын барлық басқа өнімдер жеуге, ішуге, жууға, жағуға, киюге, жеуге арналған өнімдерге жатады. Міне, достар, бүгін біз Антуанмен біргеміз. Сондықтан Каринамен және менімен бірге осындай үштікте, иә, біз сізге жай ғана миыңызды және сізді шынымен айналдыратын ақпаратты жазамыз. Айтыңыз, бірақ бұл шындыққа жанаспайды. Және бұл шындыққа жанаспайтын керемет сияқты. Айтпақшы, сіз оған сенгіңіз келеді. Сенгіңіз келмейді. Бұл шындыққа жанаспайтын керемет. Және оны ештеңемен салыстыруға болмайды. Мүлде ештеңемен. Әрі қарай қараңыз. Яғни, біз мұны түсіндік. Иә, яғни біз оны анықтадық. Бұл өнім абоненттік төлем болып табылады. Яғни, айтпақшы, көптеген адамдар интернетте жазады. Ол қанша жазады? 95. Жазатындар аз. Бәрі дөңгеленіп жатыр. $10. Балалар, бұл қате. Барлық жерде, кез келген дүкенде,
Еуропаның кез келген жерінде және олар барлық жерде жазады. Бірақ ондай $100 жоқ. 99 және 50 цент. $24 және 97 цент. Олар $25 деп айтпайды. Солай ма? Бар болғаны. Неге бұлай? Бірақ бұл бөлек тақырып. Яғни мұнда $10 жоқ. Мұнда $9.95 цент. Антон, неге екенін білесің бе? Антонмен сөйлесейік. Қалай ойлайсыз? Неге $10 емес? $9.95 пайда келуі мүмкін. Бірақ 9.95 дүкен мұны психологиялық тұрғыдан арзан сияқты жасайтын сияқты. Иә, міне. Сондықтан 9.95. Басында Лев Good компаниясының веб-сайтында сіз табыс таба аласыз деп жазылған, яғни ешкімді шақырмасаңыз да болады. Егер сіз ешкімді шақырмасаңыз, егер сіздің командаңызда 8000 қатысушы болса, және әр қатысушы белсенді болса, және 8000 қатысушының әрқайсысы $9.95 төлейтін болса, онда сіз 100% $2047 аласыз. Егер сіздің астыңызда 8000 адам сіздің назарыңызда болмаса, сіз емес, бірақ демеушілердің үстінен төгілу арқылы ол төгіліп, 8000 құйылады. Содан кейін бұл жағдайда, бұл жағдайда әркім $9.95 төлейді. Ал сіз назар аударасыз 25 цент, солай емес пе? Яғни 8000-ді 0-ге 25-ке көбейтсек, $2047 шығады. Бұл бұрын болған, 1 жыл өтті, компания оны алып тастады. Қазір бұл сайтта жоқ. Карина осында отыр. Енді Каринаны тыңдайық. Неге бұлай болды? Неге бұлай болды? Және 1 жылдан кейін ол жоғалып кетті. Мұның маған қандай қатысы болуы мүмкін? Иә, мен. Ша. Іздеуді, бақылауды білесіз бе? Әйел біледі. Мен сөмкелерімді бірден алып үлгермедім. Танысыңыз. Карина Михайловна. Әйтпесе олар білмейді. Жүр, сұрақты қойыңыз. Иә, Карина, келіңіз. Бұл 1 жыл бұрын болғанымен, 1 жылдан кейін бәрі жоғалып кеткенімен байланысты. Лев Гудтың веб-сайтында сіз $2047 ала алатыныңыз туралы ақпарат жоқ. Бірақ, менің ойымша, бұл міндетті түрде шындық емес, бірақ Каринаның пікірін тыңдайық. Менің пікірім, мен оны қалай түсінемін? Өйткені ол осылай жазылған және осы сомаға дейін алуға болатын еді. Ал адамдар мұның бәрін өздеріне ұнайтындай етіп, қайта жүктей бастады. Осылайша олар өздерінің біліктіліктерін арттырып, адамдарды осындай нәрсені тез айтуға шақыра бастады. Яғни, олар одан қандайда бір керемет жасады. Ғажайып, 8-ші ғажайып. Одан да қарапайымырақ қараңызшы, қарапайымырақ айтайық. Яғни компания бұл мүмкін деп жазғанын айтты. Бірақ компания бұл біреудің басына түсетініне кепілдік бермеді. Иә, олар оны ұстап алды. Иә, мүмкін. Бұл адам жақында алған шығар, біз білеміз. 20 000 адам гауһартаспен толып кетті. Жақында бір әйелден бір топ адам айырылды. Олар жақында кетіп қалды. Бір әйел компаниядан жаңа жылға $10,000 сыйлық алды. Ал Филиппин жақында бір әйел компаниядан $50,000 сыйлық алды. $50,000-ға назар аударыңыз. Иә, бірақ бұл оның тұрақты екенін білдірмейді. Бұл не? Және бәрімен бірге. Шындықпен жазылған нәрсе өйткені бұл теорияда иә, бұл мүмкін. Бұл мүмкін. Дегенмен, егер бәрі осы деңгейлердің барлығын толтырса, онда бұл сома шынымен маркетингтік жоспарға сәйкес келеді және оны төлеуге міндетті. Өйткені біз тіпті біздің командада ең басында келген адамдар бар екенін көреміз. Олар желі құра бастады. Олар белсенді түрде бизнес құра бастады. Бірақ соған қарамастан олар белгілі бір ақша алады. Олар осылай ойлайды. Олар үшін бұл пассивті табыс. Бұл оларға ұнамайды. Біреудің айына $100 болуы мүмкін, біреудің айына $200 болуы мүмкін. Бұл ақша деген не? Бірақ соған қарамастан, егер адам мүлдем ештеңе жасамаса, және ол мұнда ең басында келген үшін бақытты болса, мен мұны естіп, тез ішке кірдім. Содан кейін ол тапқан ақшасынан 1 жыл бұрынғы қызметі үшін төледі, және жылына сол $2000 көбінде бар және алады. Бұл рас. Егер бұл адамдар өздерінің алғыстарын жазып, бұл туралы көбірек айтатын болса, әрине, олар мұны істейтін еді.
олар мұнда одан да көп адамдарды тартатын еді. Көптеген адамдарға бұған кепілдік берілгенін айтудың қажеті жоқ еді. Иә, бұл мәселе, иә. Бұл барлық қателік. Осы жағдайдың бәрі. Содан кейін адамдар уәде етілгендерді күтті. Менің 2047-ім қайда, ал менікі тағы қайда? Олар бұл сомаларды күткен жоқ. Сондықтан олардың көпшілігінің көңілі қалды, кетіп қалды. Міне, жаһандық жүйе, жаһандық матрица, міне, Тор, бұл жаһандық партияға ұқсайды. Адамдар әлемнің түкпір-түкпірінен келеді. Біреу келді, біреу кетті, біреу белсенді түрде төлеуді ұмытып кетті. Жүйе оны өшірді. Егер ол қайтадан басталса, ол қайтадан нөлден басталды. Мүмкін, егер ол $9.95 төлеп, белсенді болса, онда кімнің жолы болатынын білмейміз. Міне, тағы бір сәттілік сәті. Бұл жай ғана біреудің жолы болды, біреудің жолы болмады. Егер адам бір нәрсені тез жасаса, ол тез табысқа жетуді жақсы көреді. Иә, ол оның орнына белсенді адам тобына айналды. Ол толып жатқан қосымша адамдарды алды және ол өзінің тиынын табады. Бірақ егер бұл адамдар да көбірек белсенділік танытып, бір адамды, екіншісін, үшіншісін осында шақырса, олар одан да көп табыс тауып, осы желіні тезірек толтырар еді. Және, тиісінше, мұнда бонустың бұл түрін қараудың қажеті жоқ. Бұл дәл осындай сома. Иә. Бұл қаншалықты инвестициялық жоба болса да, бұл жерде сіз ақша салған нәрсе жоқ, біреудің ақшасы. Мен бұл үшін емеспін. Бұл сенімгерлік, басқару және ақша кетеді. Мәселе мынада, бұл жерде ондай нәрсе жоқ. Түсіндіңіз бе? Және ол пассивті кіріс туралы айтады. Онда мен толып кетемін. Достар, бұл қаншалықты инвестициялық тақырып болса да, міне, инвестициялық тақырыптарда сіз ақша бересіз. Олар сізге уәде береді. Мысалы, айына 35%, айына 100%, айына 400% және адамдар, айтпақшы, токендерде айына 400%. Ал адамдар барады. Неге адамдар қалайды? Түсінікті, адамдар қалайды. Адамдар инвестиция салу үшін біраз ақша салғысы келеді. Ешкімді шақырмауға, ешқайда ештеңе сатпауға және сонымен бірге ақша тапқысы келеді. Сондықтан, кез келген инвестициялық тақырып түсінікті. Және бұл алаяқтық сияқты. Бұл кидалова бола ма, бұл хайп бола ма, бұл қандай да бір еліктіретін тақырып бола ма, мүмкін ол құлап кетуі мүмкін. Бірақ, дәл қазір инвестициялық тақырыптар адамдарды көбірек қызықтырады. Ең бастысы, бұл тақырыптардағы адамдар ақшасынан, денсаулығынан айырылады, ал кейбіреулері өмірінен айырылады. Бұл ақымақтың арманы ғой. Ештеңе жасамай ақ біреудің есебінен тез байып кету. Және, олар айтқандай, егер адам осы ғажайыпқа сенсе, басқа алаяқтыққа немесе қандай да бір қаржылық пирамидаға бару бақытына ие болса, онда бұл оның тағдыры, таңдауы, құқығы, шешімдері. Біз айтамыз, егер сіз жұмыс істесеңіз, көп жұмыс істеңіз, өйткені олар тіпті алаяқтарға барса да, сол жерде де шақыра бастайды. Олар қалайды. Біз шақыруымыз керек. Өйткені егер ол барса, қалтасында бар. Егер ол осы $100 тапса, оны сол жерге лақтырып жіберді. Ал, қандай инвестиция, $100 қандай пайыз күтуге болады? Әрине, олар бай буратиноларды іздей бастайды. Олар ақшасы бар адамдарды іздей бастайды. Олар қалаған адамдарды іздей бастайды. Онда сіз пәтерді сатасыз. Пәтерді кепілге бересіз. Сол ақшаны саласыз. Сонда сіз бақытты боласыз. Иә, бұл бөлікті бірден жинап алу үшін, өйткені ол жерде жолдама ақшасы үшін өте жоғары пайыздық жолдама төленеді. Бұл жобаны тырнақшаға алу арқылы тартымды ету үшін, сондықтан бұл жерде, егер адамдар мұны дұрыс түсініп, белгілі бір уақыт жұмыс істесе, онда олар матч бонусына ие болар еді. Ол мұнда ең майлы, ең дәмді, ең үлкен пайызды құрайды. Бұл маркетингтік бағдарлама. Яғни, егер біз қанша компанияны талдағанымызды, желілік маркетингтен қанша адам табатынын, көшбасшыларды, олардың чектерін қарасақ, солай емес пе? Олар компанияларда қанша тауар айналымын жасады, және бұл қызметті ай сайын қай жерде жасау керек. Және көптеген компанияларда олар тіпті 1%-дан аз табыс табады. Олардың еңбегі үшін 3%-ға жуық жалақы алады. Елестетіп көріңізші. Және олар ұйқысыз түндерді өткізбейді. Тапен жұмыс істейді. Осы айналыммен айналысады және тек 3% ғана табыс табады. Livgood бізге 80%-ға дейін, 85%-ға дейін төлейді. Желі, және олар бірден дерлік мүмкін. Түсінікті. Бұл жерде көп ақша болуы мүмкін емес. Өйткені мұнда кіру аз және абоненттік төлем $9.95. Егер сіз басқа компанияларды алсаңыз, онда кіру $1000 құрайды.
$700 бар және ай сайын адамдар кейбір тақырыптарда төлейді. €500, €400 және €600, $120, $100. Түсінесіз бе? Яғни, адамдар бұл жерде бір тиын төлеп жатқан адамдар бар екенін түсінбейді. Бұл не? $50 кіреберіс деген не? Айтпақшы, біз $50 бердік. 1,5 айдан кейін олар жаңартуды жасап, 1 жылға $140 өнім төледі. Біз қазірдің өзінде. Карина өнімді сатып алғысы келгенде, біз өніммен ештеңе сатып алған жоқпыз. Ол былай дейді: мен қызыл түсті сатып алғым келеді. Мен жасыл түсті қолданып көргім келеді. Бірақ ол жасыл түсті ұнатқысы келді. Оның суреттері бар, жасыл футболкалары бар. Иә, мен де жасыл күртешемді көріп тұрмын. Иә, мен бәрін сатып алғым келді. Әзіл, біз жай ғана адамға $100,000 деп айттық. Біз ештеңе сатып алмауды шештік. Түсіндің бе? Міне, бір күн және әзіл. Бұл қазірдің өзінде маңызды. Бірақ біз осылай шештік. Елестетіп көріңізші, сіз кез келген желілік маркетингтік компаниядасыз. Сіз ештеңе сатып алмауды шешесіз. Бұл кез келген желілік маркетингтегі достардың өнімдерінен мүмкін, тіпті мұндай нәрсе жоқ. Өйткені егер сіз жеке көлемді жасамауды шешсеңіз, онда сіздің табысыңыз кез келген бизнесте, кез келген маркетингі бар, кез келген өнімі бар, кез келген желілік маркетингтік компанияда құрылымдық болып табылады. Солай емес пе? Антон, 0-0-ге тең болады. Өйткені, әрине, сіз оны ала алмайсыз. Ол жерде сізге ең аз дегенде $30 қажет. Иә, өнімді сатып алу керек. Сіз онымен не істейсіз? Әлде оны өзіңіз тұтынасыз ба? Әлде біреуді басып тастайсыз ба? Әлде мастер-класс өткізесіз бе? Біреудің бетіне крем жағасыз. Бірақ сіз оны сатып алуыңыз керек. Бұл не деп аталады? Бұл назар аудару, қайта тұтыну деп аталады. Қандайда бір маңызды компанияны елестетіп көріңізші, олар байланыс қызметтерін ұсынады. Онда интернет сізге қызмет көрсетеді. Және сіз бір рет кірдіңіз, бастапқы пакет жинағын сатып алдыңыз. Картаны iPhone-ға салдыңыз, және сіз сияқты қанша адам картаны бір уақытта 200 миллион адам салғаны қалыпты жағдай. Бірақ содан кейін интернетпен байланыс таусылғанда, сіз оны толтырмайсыз. Мұндай компаниямен ұялы байланыспен не болады? Бір реттік клиент. Бұл ештеңе емес. Айтылмайды. Компания, мен дұрыс айттым ба, Антон? Компания құлдырайды. Компания банкротқа ұшырайды. Неге? Өйткені табыс болмайды. Оның табысы қандай болды? Мен бір адам сатып алғаннан кейін кірдім, болды. Сіз бәрі қалай жұмыс істейтінін түсінесіз бе? Желіде де солай. Желіде барлық командалар бірдеңені қайта тұтынуы керек. Жақсы тауар айналымы жүруі үшін үнемі тамақтануы керек. Мұнда бәрі басқаша, жалпы бәрі басқаша. Содан кейін көптеген адамдар бұл эксклюзивті жоба деп көшпеді. Бұл шынымен де оның эксклюзиві бар. Сонымен, достар, сіз не туралы айтып отырсыз? Бұл жерде керемет, оны анықтау керек. Енді әрі қарай. Қазір сөйлесейік. Менің сұрағым бар. Иә, келіңіз. Маған айтыңызшы, міне жаңа адам желіні таңдағанда, қайда бару керектігін таңдағанда, лифтке ең көбі $50 немесе $150 төлеу керек деп ойлайды. Немесе ол, айталық, кіреберісі 500-700 болатын компанияға барады. Ол былай деп ойлайды. Айталық, мен көбірек төлегенім жөн, бірақ мен 500-700 адамға көбірек қол қоямын. Сәйкесінше айналым көп. Содан кейін ол бүкіл Қытайға 50 немесе $150 сияқты аз сомаға қол қою керек деп ойлайды. Өтінемін, жауап беріңізші. Мен жауап беремін. Енді елестетіп көрейік. Бұл менің минералды суым. Мен сізге көрсетіп отырмын. Бұл минералды су. Ал егер Карина қазір маған бір бөтелке айран берсе, сіз келісесіз бе? Біз айранды қалай елестетсек те, ол суға айналмайды. Ал су айранға айналмайды. Желілік маркетинг пен Live Good клубын түсіндірейік. Бұл басқаша, бұл ұқсас, бірақ ол басқаша. Live Good клубында ешқашан үзіліс болмайды. Сізде 3 тақырып, 5, 10, 20 тақырып болуы мүмкін. Сіз криптовалюта жасай аласыз. Осындай жобаларды жасай аласыз. Сіз не істегіңіз келеді, және бұл туралы бүкіл интернетте айтасыз. Сізді өмірде ешкім қуып жібермейді, тоқтатпайды. Есептік жазбаңызды жаппайды. Антон аккаунты жағдайды елестетіп көріңізші. Сіз қандайда бір желілі компанияның жетекшісісіз, және интернетте тағы бір жақсы компания бар. Басқа да жақсы тағамдық қоспалар бар. Әлі де бар деп айтасыз. Табыс көзі болуы мүмкін. Айтыңызшы, өтінемін. Антон, сізге не болады? Олар қысым көрсете бастайды. Содан кейін жанжал мен тоқтату аяқталады. Иә,
жағдай басқаша. Жақында бір компаниядан, бірақ шамамен 8 ай бұрын, компания 3 әріптен тұрады. Тек аты жаман деп ойламаңыз. Соңғы әріп орташа. Мен бұл компанияның құпиясын айтпаймын. Ескертусіз 8 адам жұмыстан шығарылды. Менің бір досым Людмила 80 мың еуро алды. Қош бол, Люда. Неге? Өйткені, оның айтуынша, қызы Қытай төсегінің қандайда бір түрмен айналса бастаған, немесе айналса бастаған. Тек осы компанияның президенті ғана 3 әріптен тұратын атауды терминация деп таныды. Тағы бір әйел, біз онымен сөйлестік. Ол бизнес-парк веб-сайтында осы компанияның $220 мың топ менеджер болды. Біз оның бірдеңе істеп жатқанын, немесе оның қандай айырмашылығы бар екенін білдік. Олар оны жегісі, лақтырғысы, тастағысы, төлегісі келмеді. Тоқтату. 8 адам, тоқтату. Сіз кез келген кәдімгі жақсы желілік маркетингте, кез келген дұрыс емес сөз айтқан кез келген адам біреумен, басшылармен, президенттермен, авторлармен дауласа бастағанымен, немесе жай ғана ақымақтықпен ақша төлегісі келмейтіндігімен келісесіз. Желілік маркетингтегі кез келген адам бизнестен айырылуы мүмкін. Ал Антуан, сіз бұған келісесіз бе? Жоқ па? Иә, әрине, мен келісемін. Енді әрі қарай. Кез келген желілік маркетингте адамдардың тек 5% ғана $1000 немесе одан да көп ақша алады. Ал қалған 95% жейтіндер, ішетіндер, крем жағатындар, кір жуғыштар Америкада алтын іздеп, оны жуып, тістерін тазалап жатқан іздеушілер емес. Білесіз бе, солай ма? Яғни, бұлардың барлығы тұтынушылар, олардың барлығы дистрибьюторлар. Яғни, Ливгудта адамдардың 30% неліктен ақша табады деген сұрақ түсінікті. Ал кез келген желілік таңбалауда тек 5% ғана мың немесе одан да көп ақша табады. Қалғандарының барлығы ақшасыз. Антон, сіздің нұсқаларыңыз, өтінемін, сіздің нұсқаларыңыз. Барлық желілік маркетингте не болып жатқаны біріктірілген. Маркетинг жоспарлары қандай болса да, мың және одан да көп басқалардың 5% бірдей. Мен түсінемін. Мұның себебі неде? Менің ойымша, бұл негізінен компанияларда тұтынушылар азық-түлікті тұтынады, бірақ бизнес құрмайды. Бірақ Ливгудта бұл клуб болып шығады, және адамдар назар аударады. Асықпаңыз, біз оны анықтаймыз. Сіз желіде барлығы өнімді пайдаланады дейсіз. Егер сіздің командаңызда ай сайын өнімді тұтынатын және қайта тұтынуды жүзеге асыратын 100 мың адам болса, онда сіз тамақ ішетін, өнімді алатын және сіздің ақшаңыз бар тұтынушылар желісін дамытатыныңызға келісесіз. Қараңызшы, Антон, сізде 100 мың тұтынушы бар, миллион тұтынушы ішіп-жеп, автоматты түрде желі құрып жатыр. Бұл керемет болатынына келісесіз бе? Иә. Сонда сұрақ туындайды. Неге 5% мыңнан алады, ал қалғандары неге алмайды? Антон, қараңызшы, желілік маркетингте қайталау өте маңызды. Қайталау. Егер сіз Антонға кез келген желілік маркетингте бірінші қатарға қол қойсаңыз, аптасына 100 адам, сіз өте жақсы жұмыс жасадыңыз, мотиваторсыз. Артур Качановпен бірге ұрылар әмірліктерінде талантты харизматикалық адам тұрады. Біз екеуміз кереметпіз. Біз бірінші қатарда 100 адамға, ал бірінші қатарда қалған 100 адамға қол қойдық. Олар өнімді сатып алады, назар аударады. Мен өнімді сатып алып, нені бастар едім? Дәмін татуға тырысыңыз. Сізге және маған бірінші кезекте келген осы 100 адамның барлығы өнімнен қандай да бір нәтиже күте бастайды. Сусабыннан шаш өсе бастады. Магнезия мен кальцийден эмал қалпына келу керек. Кейбір детокстардан олар салмағын жоғалту керек. Құртқа қарсы қандай да бір бағдарламадан онымен бірге жұмыр құрттар, кәдімгі таспа құрттар жеткілікті түрде төгілу керек. Түсінесіз бе? Солай емес пе? Яғни, сізге негізінен осы компанияларда келетін барлық адамдар тек назар аударатын тұтынушылар болатынына келісесіз. Олар өнімнен қандай да бір нәтиже күтеді. Солай ма? Жоқ па? Иә, олар күтушілерге айналады. Олар күткен болар еді. Бірақ кез келген өнім әркім үшін әр түрлі әрекет етеді. Осындай нәтижелердің бірі,
екіншісінде біреуде патологиялық дағдарыс, өршу, біреуде кебулер болуы мүмкін, біреуде іш қату болуы мүмкін. Және сіз елестете аласыз ба, Антон? Бұл 100 адамның бәрі сіздің бірінші қатарыңыз. Сіздің миыңыз шыдайтын еді. Антон, мен іш қатамын, нәжісім нашар, зәрімде сары қоспасы жоқ. Антон, менің қан қысымым бар. Антон, менің тістерім бар, пломбам түсіп кетті. Антон, менде аллергия бар, менде безеу бар. Мүмкін, бұл өнімге әсер еткен 100 адам сұрақ қоюы мүмкін. Менде нәтиже жоқ па? Ал басқаларында бар, бірақ менде жоқ. Ал басқаларында бауыр тез жазылып кетті. Бауырым жазылмай, жиырыла бастады. Одан да нашарлады. Бұл мүмкін емес шығар. Иә, әрине, мүмкін. Елестетіп көріңізші, Антуан, сіздің өміріңіз қандай болса да, Дубайда серуендеудің орнына, барлығына олардың неліктен нәжіс шығаратыны туралы жауап берер едіңіз. Өмір қалай керемет. Жоқ, бұл мүлдем жақсы емес, Антуан, және олардың 90%, өйткені желілік маркетингтегі адамдар өздерін дәрігер ретінде, диагностик ретінде көрсетіп, өз оқиғаларын айтып, нәтижелерін айтып жатыр. Солай емес пе? Ливгудта мұндай нәрсе бар ма? Жоқ. Неге? Ливгундағы веб-сайтта сіздің ешқандай медициналық диагноз қоюға құқығыңыз жоқ. Бұл дәрі-дәрмек, ол бір нәрсені емдейді деп айтуға құқығыңыз жоқ. Өйткені ол емделмейді. Айтпақшы, біздің арамызда бұл жерде тек ауыл шаруашылығы министрлігінің рұқсаты бар. Ал бұл өнімдерді шығаратын компаниялардың барлық рұқсаттары бар. Оларда компанияның барлық рұқсаттары бар. Зауыттар. Бірақ компанияның веб-сайтында ешқандай медициналық кеңес беруге болмайды деп жазылған. Бұл үшін бізге кім жауапты? Лиза және Райан Гудкин, ерлі зайыптылар. Әдемі, жарайсыңдар. Іші жоқ спортшылар, жақсы фигуралар, жарқын тұлғалар. Олар не дейді? Егер сіз кеңес алғыңыз келсе, Лиза мен Райан Гудкин бізге хабарласыңыз дейді. Бойыңыз, салмағыңыз, беліңіз туралы сауалнаманы толтырыңыз. Мысалы, 100 жылда неше рет шығасыз? Солай емес пе? Біз сізге кез келген желілік компанияларда жауап береміз. Содан кейін барлық дистрибьюторлар емдей бастайды, айта бастайды. Бұл солай. Мен сізге оны осылай қолдануды ұсынамын. Бірақ мен оны осылай ұсынамын. Яғни, желілік маркетингте 98%-ын қарасаңыз, барлық дәрігерлер, бір ғана диетолог сияқты, бұрынғы электрик, ол қатерлі ісік ауруын емдеу туралы керемет айтады. Солай емес пе? Бұл бұрынғы жігіт. Мен ол жерде немесе слесарда білмеймін. Ол бауыр циррозын емдеу туралы айтып жатыр. Білесіз бе, желіде әжелер, кемпірлер желілік маркетингке қосымша ақша табу үшін келеді. Олар не айта бастайды? Білесіз бе, сізге кеңес беру керек. Иә, кеңес беру керек. Міндетті түрде диагноз қою керек. Иә, бұл өте маңызды. Диагностика және солай. Және ол осыдан басталады. Импульстік диагностика. Оберон, Еуразия шаңғы тебуде. Иә, көзге және рида диагностикасына, аурограммаға қарап, сізге осындай заттарды желіде кигізе бастайды. Ал мынау бірдеңе жыпылықтап тұр. Бірдеңе түсініксіз, солай емес пе? Сізде кальций аз екенін білесіз. Кальций қанша? Сізде 3% қалды. Жігіт, қалай? Дейді. Мен қалай өмір сүремін? Өзім үшін інжір емес. 3%. Иә, көрдіңіз бе? Бірақ сіз өмір сүріп жатырсыз. Сізге 6 айға арналған бағдарламаны сатып алу керек. Сонда ол иіскеп, бумен пісіре бастайды. Қаншыққа, өз жиынтықтарыңа, қандай да бір қоспаларыңа және қалғанының бәрін сала бастайды. Көрдіңіз бе? Ол алдымен адамды өлімге дейін қорқытады. Содан кейін қорқып кеткен адамның қолдары дірілдеп тұрғанда, бәрі дірілдеп, оған, бұл саған керек, дейді. Ал адамның ақшасы жоқ. Несие алыңыз, ақша жоқ. Сондықтан денсаулық бәрінен де маңызды. Ал адамның ақшасы жоқ. Сен не істеп жатырсың? Сізде анемия болады. Сізде аққан ауруы болуы мүмкін. Сізде қатерлі ісік болуы мүмкін. Адамды қорқытады. Сондықтан ол қазірдің өзінде осы дәрігерлердің кабинетінде дірілдеп жатыр. Иә, әжелері ақша тауып, ақша алып жатыр. Болды. Бұл жерде ондай нәрсе жоқ. Мұнда дәрігерлермен кеңесудің қажеті жоқ. Мұнда диагностикалық дәрігерлердің қажеті жоқ. Лиза мен Райан Гудкин, олар ұсынатын рецепттер жасайтын өнімдерді жасайтындар. Айтыңызшы, Антон, сіз желілік маркетингтің, ондағы заттардың қалай жұмыс істейтінінің және Ливгудтың көзқарасы арасындағы айырмашылықты сезінесіз. Бұл аспан мен жер. Иә, мүлдем екі түрлі көзқарас. Әрине, мүлдем басқа тәсілдер. Мысалы, кез келген маркетинг жоспарын алсақ, иә, 50% сәйкестік бонусы жоқ. Мұнда 50% таңбалау бонусы бар. Яғни, Антонға бірінші қатарда келетін барлық адамдарға Антонға көмектесудің пайдасы бар. Өйткені, Антон 50% бонус алады. Сізде 4000 қылыш бонус болады. Антонның бұл түрі үшін 2000 бар. Сенде 8000,
Антонда 4000-ның жартысы бар. Сенде 16000, Антонда 8000 бар. Айтыңызшы, Антонмен бірге болу және оның сізге көмектесуі сізге пайдалы ма? Ал Антон үшін бұл тиімді. Ал егер сіз классикалық желілік маркетингті алсаңыз, бұл классикалық. Солай емес пе? Классикалық. Мысалы, Антонның 21% бар. Солай емес пе? Ол Артур Качановқа қол қойды. Артур Качал 3% дами бастады. Антон 21 мен үшеуінің арасындағы айырмашылықты алады. Мен дамып жатырмын. Менде 9%. Антон 21 минус 9 алады. Менде 18. Антон аз алады. Неге? 21 минус 18 морш айырмашылығы. Хопа. Және біздің деңгейлеріміз теңестірілді. Антонда 21. Менде 21. Мен тез дамып жатырмын. Антон не алады? 21 минус 21. Антон. Қалайсың? 0. Сіз түсінесіз бе? Немесе $2 бар. Сондықтан бұл жерде маркетинг адамдарға көмектесу үшін тиімді болатындай етіп жасалған. Ал басқа компанияларда бұл мүлдем тиімсіз. Және олар осылай дейді: бірінші жолды дамыту керек. Бірінші жолды көбірек адамдар. Мұнда бірінші жолда 3 адам болуы мүмкін. Егер сізде көшбасшылар тақтасы болса, онда сіз гауһар болдыңыз. Олардың платина болуы міндетті емес. Жеке тұлғалар. Бұл жерде міндетті емес. Тереңдіктегі кез келген адам платинаға айналады. Ал сіз автоматты түрде гауһар тасқа айналасыз. Бұл бір нұсқа 3 фут. Ал егер 5 аяқ болса, әр аяқтың жалпы саны 500, 2 500. Мен сізді құттықтаймын. Ал сіз гауһарсыз. Ал егер сіз 5 аяқты жасасаңыз, және 500 болса, сіз осындай үлгіде гауһар тасқа айналасыз, және ол дамиды. Содан кейін сізде 10 000 және әрбір аяқтың жалпы сомасы 50 000, 10 000 немесе одан да көп болса, сіз тәжгиген гауһарсыз. Ал тәжгиген гауһар тастың табысы 40 000 және одан да көп $100 000 алады. Және ешқандай шиеленіс жоқ. Және міндетті түрде қандайда бір оқиғалар болуы міндетті емес. Бұл жерде міндеттеме жоқ. Антон, интриганың пісіп жетілуі. 1 бөлім. Біз 2 бөлімді ертең жасаймыз. Антон, тамаша. Рахмет. Барлығына қош бол. Сәттілік тілеймін. Достарым, сіздің басыңыздағы тұман тазарып, Лигудтың керемет бизнес екенін түсінесіз деп үміттенемін. Бұл өте керемет тақырып. Бұл жай ғана керемет. Және ешқашан компания ақша төлемейтін нәрсе болған емес. Ешқашан. Ал басқа компанияларда бұл тұрақты. Олар не ұмытып кетті, не істей алмады, не бірдеңе болды. Не ұрлады, не хакерлер бұзды. Дәл солай, түсіндіңіз бе? Бұл жерде ондай нәрсе жоқ. Сіз биткоин алғыңыз келеді, картаға барғыңыз келеді, ішкі нарыққа барғыңыз келеді. Бұл не? Сондықтан бұл жерде өте керемет. Бізге жату өте ұнайды. Сондықтан біз күн сайын қозғаламыз және жігіттерді жіберіп алмау туралы сөйлесеміз. Бұл бірегей мүмкіндік және оны кез келген желілік маркетингпен салыстыруға болмайды. Әзірге барлығына сәттілік тілеймін.